Просто осылай жүрсеңіз бұл сауап кете береді екен ғой. Естесіз да? Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқан." Иманы ең кемел мүмін дейді, мінезі көркем болған жан дейді. Ендеше адам қаншама үш жерге келіп, ертерек келіп тахаджуд намазын оқитын шығарсын, 5 уақыт намаз оқитын шығарсын, әр намаздан кейін зікірде отыратын шығарсын, бірақ шыға қалысып, ана жерде біреуменен айқайласып, ұрысып, төбелесіп атсаң, иманның кемел деп есептеле ме екен? Жоқ. Ендеше сіздің оқыған намазыңыз, зікіріңіз, берген садақаңыз, оқыған ілімдеріңіздің барлығы нәтижесі не болып тұр? Көркем мінезділік болып тұр ғой, түсіндіңіз ба? Осы жерде қаншама сағаттап дұға жасауыңыз мүмкін. Я Алла деп. Сүннеттерді барынша ұстануыңыз мүмкін, бірақ шыға қалып, ана жерде біреумен ұрысып, таласып, қырылысып атсаңыз, онда бәрі аймандай болды. Ендеше бұның барлығының жетістігі, нәтижесі, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, мүміннің, иманның ең кемелдігі мінезінің көркемдігі деді. Мә мин шәй, ештеңе жоқ дейді. Әсқалу фи мизанил муъмини яумал қияма, қияметтің күні мүміннің таразысында осыдан артық ауыр басатын ештеңе жоқ дейді. Сосын айтады: "Мин хулуқил хасан" дейді, көркем мінезден артық дейді. Ендеше көркем мінезді деген ол не ол? Ол бейт жасап алатын пластилиннен бір зат емес қой. Түсіндіңіз ба? Просто осылай жүрсеңіз бұл сауап кете береді екен ғой. Естесіз да? Көркем мінезді болып жүре бересіз болды. Таң атады, ұйқыдан оянасыз, дұғаңызды айтып аласыз да, көркем мінезді болып жүріп кете бересіз ғой болды. Балаларыңыз ұрыспайсыз, бірақ әдемілеп тәрбиелейсіз, түсіндіресіз. Дауыстардың ең жаманы есектің дауысы. Алла ақырған, айқай дауыстарды ұнатпайды екен.